Осы екі белгіні көрсем, буым шығады. Я, братан, я. Түсіндіріп жүріңізші. Бұл белгілер қауіпті бұрылыс және де қауіпті бұрылыстар деп аталады. Несі қауіпті сонда? Бұл белгілер қанмен жазылған. Қалай сонда? Осындай жолда жол белгісі жоқ. Көп жүргізушілер жол көлік оқиғасына түседі. Сен осындай жолда көрдің бе? Руль немесе гүл орнатылғанды. Ол деген осы жерде апат болды деген сөз. Сосын осы жолда жол белгісін орнатады. Осындай жол көлік оқиғасы қайталанбас үшін. Бір күн, бір жол белгі. Тіркелеміз. Екі жол белгі қауіпті бұрылыс және қауіпті бұрылыстар. Бұл белгілерде елді мекенде 50-100 метр арақашықта орнатылады. Елді мекен тыс жерде 150-300 метр арақашықта сіздерді ескертеді қауіпті бұрылыс немесе қауіпті бұрылыстар басталатынын. Бұндай белгіде ең бастысы жылдамдықты азайтамыз, назар аударамыз. Сіздер түсіну керексіздер, алдарыңызда қауіпті бұрылыс пайда болатынын. Екі белгінің айырмашылығы: қауіпті бұрылыста бір бұрылыс болады, қауіпті бұрылыстарда бірнеше бұрылыс болады. Мысалы, бірінші оңға, сосын солға, немесе солға, содан кейін оңға болады. Сіздермен бірге болған ПДД Қазақстан командасы Адлет Жоносов. Келесі көріскенше сау болыңыздар.